Алло, Жан. Подаркын алдың ба? Клубника шоколаде. Ұнады ма? Болды, онда кешке қарай өтем, е? Да, пока. Келіншегің бақытты ғой сеніңше. Не деген бақыт, не деген подарок жіберіп жатсың бар ғой. Жұрттың байы деген қатындар айтатын сен ғой. Не деген внимание бар ғой. Бекзат, келіншегім емес ол. Бір қыз ғой, в общем. Қыз? Уақытша деген сияқты. Басында ғой осылай подарка, шоколад, анау жіберіп, көңілін аулап деген сияқты. Білесің ғой, түсінесің ғой өзің. Уақытша де. Анау 3-4 жігітпен сөйлесіп, ондай жүретін қыздар не деп айтады негізі? Жеңіл жүрісті қыз дейді ғой, түбі жүздікше дейді негізі. Сондай 3-4 қызбен сөйлесіп, некесіз осындай уақытша пайдаланып кететін жігіттер не деп айтады? Ой, қойшы Бекзат, осындай әңгімелерін. Еркекпіз ғой, любой еркек жүреді. Дұрыс па? Бүкіл еркектер бар ғой, бәріне топырақ шашпай-ақ қойсын. Сен сол беріп жатқан гүліңді, клубника шоколаде деген әйеліне берсең, қалай қуанады? Ол сен киімін жуып беріп, тамағын істеп беріп жатыр. Отынан беріп, күлінен шығып жатыр, әке-шешенің мінезіне қарап отыр. Бала шағаңды бағып отыр ғой сен. Сен анауыңа бар ғой, подаркың болмаса, ақшаң болмаса бар ғой, қыстырмайды да сен бар ғой. Еркек біз деп қойсын. Иттің де еркегі бар, ишақтың да еркегі бар. Сәл есіңді жинасай.